Сәлем, Айзере. Сәлеметсіз. Қалың қалай? Жақсы. Мұнда не үшін келдің? Мен өзім әртүрлі бағдарламаға түсіп жұлдыз болғым келді. Айда шынайы қысқа мына сұрақтарға жауап беру керек. Жауап бере аласың ба? Иә. Өзің немен айналысасың? Өзім ешқандай үйлерге бармаймын. Ата-анама көмектесем, кейде сестренкаларыма қараймын. Сосын далада ойнаймын, жиі-жиі. Ересек адамдарға не жетпейді? Не жетпейді? Мен ойлаймын, ересек адамдарға кішкене қазіргі заманда сабыр жетіспейді деп. Сабыр? А мен махаббат жетіспейді деп ойлаймын. Өтірік деген жаман болса, біреуді ренжітпеу үшін өтірік айтуға бола ма? Қалай ойлайсың? Дұрыс емес. Демек сен шындығын айтасың, иә? Иә. Сен үшін әлемнің 8-ші кереметі менің анам. Мен үшін де менің анам, әкем, бауырларым және де жолдасым, одан кейін балаларым. Енді келесі сұрақты кім алады? Сіз. Көздегі жас неге ащы? Көздегі жас? Кейде жылаған кезде менің көзім ашиды. Ашиды ма? Неден қатты қорқасың? Мен жауап берейін ба? Жоқ, өзім жауап берем. Ал? Мен түнде жалғыз жүргенде қорқамын. Қараңғыдан қорқасың, иә? Иә. Үйде кішкенеге мені жалғыз қалды, сол кезде бірлесе тас етеді, мен сол кезде қорқып кетемін. Мамаларың сені жалғыз тастап кете бере ме? Көп емес, сыртынан құлттап кетеді. Сол кезде сен не істейсің? Мен үйде телевизор көріп жатамын. Үйде телефон бар, ата-анама сондай бір нәрсе болса. Мені тастамашы деп айтасың ба ата-анаңа? Жоқ, бір нәрсе болғанда ғана айтамын. Кейде звондаймын да, әке, мам, мында бір нәрсе тасылдап жатыр деп. Сосын не дейді әкеңмен? Сосын айтады, үстіде ремонт болып жатқан шығар, қызым қорықпа дейді. Менің қорқатыным ол судың астына сүңгіген кезінде қорқамын. Сосын биік үйлерден қорқамын. Сүңгіген кезде аузым ашып кетеді ма, батып қалам ба деп ойлайсыз ба? Иә. Как будто мен түн шығып бара жатқан сияқты боламын да судың астына батқан кезінде. А сен қорқпайсың ба? Кейде ғана. Әкеммен кішкене алыс жерге барған кезде. Ал? Тышқаннан қорқасыз ба? Мен қорқпаймын. Өмір бойы неше жаста болғың келеді? Мен жауап берейін, иә? Өмір бойы мен өзімнің қазіргі жасымда болғым келеді. Мен де секілді болғым келеді. Жаным, сол мен неше жасқа ұқсаймын? Жасым нешеде деп ойлайсың мен? 20. Ал сен жаңа айттың ғой, мен сіз сияқты болғым келеді деп, иә? Не үшін? Өйткені мен сіз секілді әдемі болып жүре бергім келеді. Жаным, сол. Мен саған кеңес берер едім. Әдемі болып жүру үшін алдымен сабақты жақсы оқу керек, ата-ананы тыңдау керек, және де көп кітаптар оқу керек. Содан кейін сабырлы, иманды қыз болу керек. Сол кезде сен өте сұлу да, ең ақылды қыз боласың. Ал сен маған қандай кеңес бересің? Тышқаннан қатты қорықпаңыз, өйткені тісі кішкентай, сізді тістеп алмайды. Қорықпауға тырысамын. Лен үш қандай болады? Қалай? Реніш. Реніш. Өкпе ғой? Өкпе қандай болады? Сенің ойыңша? Өкпе? Ренжисің ба сен? Көп емес. Бір қыз өзі
келіп әдемі болып жүреді да, бір қызды өйстіп жамандауы мүмкін. Сен әдемі емессің, мен әдемімін, сен вообще ешкім дос болғысы келмейді, сен коровасың деп жаман сөздер айтады. Сол реніш, ана қыз ренжіп қалады. Иә. Сосын ренжит, жылай ма? Иә, жылайды. Ренжіткен дұрыс па, жоқ па? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Сен өзің адамды ренжітіп көрдің ба? Жоқ. Қалай жақсы көру керек адамды? Мысалы, сен адамды қалай жақсы көресің? Мен өзім ата-анамды қатты жақсы көремін. Сестренкаларымды, братиктарымды. Мысалы, танымайтын адамды, мысалы мені, сені жақсы көресің ба? Жоқ. Неге? Өйткені мен сізді бірінші рет көріп тұрмын. Бірінші рет көріп тұрсың. Бірінші рет көрсең, сен оны дұрыстап танымайсың, бірінші рет көрсең, сондықтан да ол адам қу болуы мүмкін, алда болуы мүмкін. Соны бір көргеннен жақсы көруге болмайды. Жақсы көру үшін оның бойында қандай қасиетін бірінші көру керек? Оның бойында мысалға сіз секілді адам болады, мұнда күзетшілер болуы мүмкін. Сіздің айтқаныңыздың бәрін істейді. Сіз өзіңіз бүйтіп не істесеңіз, қыз бармаған соқ келдім, сөйтіп істесеңіз сол көрінеді ғой. Жаман қыз екенсіз. Білінеді ғой. Солай ма? Ал мен ойлаймын, адамды қалай жақсы көру керек? Мен ойлаймын, бірінші адамды танымайтын адамның бойынан ең алдымен жақсы қасиеттерін көруге тырысу керек. Келісесің ба менімен? Келесі сұрақты сен ала ғой. Соғыс неден пайда болады? Соғыс неден пайда болады? Иә. Соғыс бір ақымақ адамдар болады. Сол өздерінің қазақтардың елін алғысы келеді да. Сосын мысалға жаймен түсіндіре берейінші. Бір адам өзі келіп, бір адам бетінен ұрылса, бетінен ана адам оны да ұрып бастайды. Содан соғса, дейсті. Сәлем, балақай. Сәлеметсіз. Сенің есімің кім? Тимуш. Жақсы, Тимуш, сен білесің бе, бүгін біз қысқа сұрақтарға шынайы жауап береміз. Дайынсың ба? Иә. Бай-бай, бау-бау, ған-бауған, жақ-жақ, сы-жасы, мама, жам-жам, ан-жаман, ба-жаман-ба. Бай болу жақсы ма, жаман ба дейді? Жақсы. Не істеген жақсы? Машина өзінде аласың. Сосын? Үй аласың басымен. Әкел, мен жауап берейін енді. Бай болған жақсы ма, жаман ба? Бай болудың да жақсы да жаман жағы да бар, е? Не деп тұр? Әкеңе ренжіген сәтің болды ма сенде, Сабина? Қандай қиын сұрақ, е? Қиын, е? Әкеңе ренжисің бе? Ал бір сәт болды ма? Дүкенге барғанда маған қуыршақтап бермей қойды ма? Ол маған қуыршақпен бәрін әкеледі, бірақ менің ода ақша жетпесе, мен одан ренжімеймін. Ренжімейсің, түсінесің, е? Иә. Мүлдем ренжімейді екенсің, е? Ал ойнай ма сенімен әкең? Ойнамайды, өйткені ол жұмыстан асығып жатыр. Қол тимей ма? Не үшін жұмыс істейді әкең? Өйткені менің әкем жұмыс істейді, ақша табуға. Ақша табуға. Ол ақша не істейсіңдер? Өйткені тамақ алуға, Сосын? су алуға. Сосын? Жарайсың. Әкел, мен жауап берейін осы сұрағыңа.
әкеңе ренжіген сәтің болды ма дейді. Мен әкеме бала кезімде ренжитінмін, білесің бе неге? Себебі ол да сенің әкең сияқты менің де әкем көп жұмыс істейтін, көп бізді қыдыртатын, бірақ мерекелер сайын қыдыртатын, жаңа жылда, наурызда, немесе туған күнде ғана. Жұмыста көп уақыт өткізгеннен кейін мен ренжитін едім әкеме, маған көңіл бөлмейді деп. Бірақ қазір өскеннен кейін әкемді түсіндім. Себебі менің де балаларым бар, менің де балаларымның әкесі бар, әкесі жұмыс істейді, сенің әкең сияқты. Демек ренжуге болмайды екен, әкеге? Себебі асыраушымыз, Мәңгі өмір сыйлайтын дәріні тапсаң, сен кімге берер едің? Мен егерде дәріні тапсаң, қатты мұқтаж адамға берер едім. Кеп бірге оқиық. Мені ақшаға сатып алуға болмайды. Мен айтар едім, уақытты ақшаға сатып алуға болмайды деп. Өйткені уақыт өтіп кетіп бара жатыр ғой. Ал сенің ойынша? Біз мама мен папамызды сатып алмаймыз. Қай жерде өзіңді еркін сезінесің? Күшті сұрақ, Үйде. Ал мектепте өзіңді еркін ұстай аласың ба? Ал мен өзімді еркін сезінетін, ол тек қана менің бөлмем, басқа жерде өзімді еркін сезіне алмаймын. Жылаған адамды қалай жұбатасың? Жұбата аласың ба сен? Жоқ. Мен де жұбата алмаймын, бірақ жылаған адамға мен тек сабырлы бол деп қана айта аламын. Ал сен? Мен мүлдем жылаймын. Қосылып жылайсың ба? Жоқ. Іннің жылаған кезінде қалай жұбатасың? Оған уже телефон беріп қойсаң, уже жылауды қояды ғой. Адамның жаны қай жерде? Қандай күшті сұрақ. Қай жерде жаны? Жүректе. Себебі жүрексіз адам өмір сүре алмайды. Енді келесі мен жауап берейін. Адамның жаны қай жерде дейді. Мен де сен сияқты ойлаймын, адамның жаны жүректе деп. Түнде неге жүруге болмайды? Себебі түнде адамдар ұйықтау керек. Балаларды қалай тәртіпке салу керек? Балаларды? Мен өз балаларымды тәртіпке жиі саламын, бірақ та ақылмен түсіндіріп, айтуға тырысамын, ұрыспауға тырысамын оларға. Өзім істеймін бірінші, содан кейін барып балаларым істейді. Бізде де сондай.